Бір күні қартайған анасынан құтылмақ болған бозбала оны орманға апарып тастамақ болады. Сөйтіп, анасын арқалап, ауылдан алыстап, тауға қарай тартады. Баласының ойын қабағынан оқитын анасы, ұлының жоспарын іштей сезеді. Бауыр еті баласының адасып, жыртқыш аңдарға жем болмауынан алаңдаған ана, жол жөнекей ағаш жапырағын жұлып алып, жүрген жерлеріне белгі етіп тастап отырады. Межелі жерге де келіп жетеді. Анасын тас үстіне отырғызып, «Мен су әкеле қояйын» деген сылтаумен жанынан сытылып шықпақшы болған баласына, «Байғұс ана, балам, сен адасып кетпесін деп жеткенше жолға жапырақ тастап келдім. Сол белгіден көз жазып қалмай, аман жет» дейді дауыстап. Бала бұрылып кете барды. Біраз жүрген соң денесін діріл басып, жаны жабырқап, жайсыз күй кешеді. Тұла бойы түршігіп, тынысы тарлардай. Істеген ісіне өкініп, өз-өзіне қатты қапаланады. Кенет тоқтай қалады. Өкініштің өзегін өртеген ұл қос алақанмен басын қыса ұстап, маңдайын жерге періп-періп жібереді. Сәлден соң дереу орнынан қарғып тұрып, келген ізімен анасын тастап кеткен жерге қарай жүгіре жөнелді. Екі өкпесін қолына алып, жеткен баласы анасының алдына келіп, аяғының астына жата қалып егіле жылады. Аяулы анасына жасаған опасыздығына өкінген оның жүрегі қан жылап, көкірегін күйдіріп бара жатқан еді. Байғұс ана өзіне өлім тілесе де, бауыр еті баласына өмір тілейді екен ғой. Ағат басқан албырт бала осы оймен анасын арқалап ауылына қарай жүре жөнелді. Жылап келеді, егіліп жылап келеді. Анасы аялы алақанмен ұлының айдарынан сипап, шашын құшырлана иіскеп қояды. «Раббым, мені кішкентай кезімде бағып-қағып, тәрбиелеп өсіргендеріндей, оларға да мейірім ет. Я Раббым, қатемді кеше көр. Ата-анасын аялаған салихалылардың қатарынан қыла көр. Анамның разылығын алуды нәсіп еткейсің». Баласы жеткенше осылай деп жаратқанға жалбарынумен, қаумалаған қалың ойдың құшағында қыстаққа қалай жеткенін сезбей де қалды. Ана, бұл үш әріптен құралған жүрегіміздің бір бөлшегі. 9 ай 10 күн көтеріп ақ сүт берген аналарымыз ең жақсыға лайықты жан емес пе? Анаңды Меккеге 3 рет арқалап алып барсаң да, алдыңдағы қарызыңнан, парызыңнан құтылмайсың деп босқа айтылмаған болса керекті. Ата-аналарымыз аман болсын, барында бағалай білейік. Әңгіме ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Алдағы уақытта сіздермен бөлісер әсерлі де ғибратты әңгімелерім көптеп шығады.